Бұл қазақша кино шалу арнасы. Арнама қош келдіңіз, пікір білдіріңіз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Дневник памяти 2004 жылы шыққан фильм. Фильмнің мазмұны оқиға қарттар үйіндегі егде жастағы ер адамның бір әйелге оқыған әңгімесінен басталады. Бұл әңгіме жас ғашықтар Ноа мен Эллидің хикаясын баяндайды. Олар әлеуметтік жағдайлары әртүрлі болғанына қарамастан бір жазда қатты ғашық болып бірге болуды армандайды. Алайда ата-анасының қарсылығы, соғыс және өмірдің қиындықтары оларды ажыратады. Бірнеше жыл өткеннен кейін Эмми басқа адаммен некелесуге жақын тұрғанда Ноамен қайта қауышады. Олар арасындағы махаббаттың әлі де күшті екенін түсінеді. Соңында Элли өз махаббатын таңдап Ноамен бірге болады. Әңгіме егде жастағы жұптың Ноа мен Эллидің шынайы өмірі екенін фильмнің соңында көрермен біледі. Негізгі тақырыбы фильм махаббаттың уақыт пен қиындықтарға жеңе алатынын көрсетеді. Ноаның Эллиге өткенін еске түсіруі тіпті ауыр сәттерде де сүйіспеншілік пен құдіретін бейнелейді. Ноа ретінде Райан Гослинг рөлінде оның шынайы ойыны махаббаттың адалдығын көрсетеді. Элли рөлінде Рэйчел МакАдамс, оның нәзік әрі жан-жақты бейнесі фильмге ерекше әсер қалдырады. Егде жастағы Элли мен Ноа рөлдерін Джина Голлинс пен Джеймс Гарнер сомдаған. Дневник памяти шынайы махаббат пен оның өмір бойы сақталатынын бейнелейтін фильм болып табылады.